Ағаларыңыздың сұлтан, аруақтарыңыздан сәлемдеме. Не қылып екен? Сіз қандай сатыдан өтіп жатыр екенсіз? Анаңыз ғой деймін, марқұм анаңыздан хабар. Не қатты жақсы көресіз. Бір сырды біледі екенсіз. Соған сіз болсаңыз шешу жолдарын білесіз. Сол сыр болмаса құпияның бір сіз керісінше қиналып отырсыз, мен оны білмеймін. Бірақ ішкі дүниеңізде оған шешім бар. Марқұм анаңызға, марқұм апаңызға шырақ жағып сұраңыз. Мүмкін түсте аян береді. Өйткені олар біздің қасымызда. Тек көмек сұрау, дұрыс көмек сұрау керек. Мына жерде жол таппай жүрмін, не істерін білмей жүрмін деп жүрсіз. Бірақ айтып отырмын ғой, шешімді, жауапты сырттан іздемеңіз. Бүкіл сұрақтың жауабы ол біздің ішімізде. Сіздің ойыңызша біреу сізге қандай да бір қастандық жасап жатыр, бірақ оның бәрінен қолдап қорғап отыр аруақтарыңыз. Сізді өте қатты жақсы көреді. Сондықтан біреудің тіл көзі өтеді деп оған уайымдамаңыз. Кәдімгі төрт жақтан қолдап қорғап отыр. Тек біріншіден шырақ жағып, болмаса иіс шығарып, бірінші алғыс білдіріңіз. Алғыс білдіргеннен кейін көмек сұраңыз. Сізге не керек? Әулетке жалынып жалбарыңыз, аға аруақтардан сұраңыз. Сол кезде жауап келеді, көмек келеді. Әке жақтан да үлкен ұлы күштер бар, сізді қолдап қорғап тұратын. Сіздің ойыңызша бәрі құпия, бәрі сондай бір тылсым, бәрі жарық дүниеде, бәрі қасымызда. Үш әлемде, жоғарғы күн әлемі, түн әлемі, біз өмір сүріп жатқан әлемде бәрі бір сатыдамыз. Сондықтан айтып отырмын, жауапты сырттан емес, жауапты іштен іздеуге тырысыңыз. Жолыңыз ашық. Достарыңыз көп, дұшпаныңыз жоқ. Өміріңіз тазарады. Тек аруақтардан сұрай білуіңіз керек. Әдемі, әп-әдемі, мүмкін жасарып кетуіңіз мүмкін. Мен көбіне келіншектер қарайды, жолыңыз ашылады. Құдай қаласа. Арман тілектеріңізге жетесіздер.